Психологиялық параллелизм адамның көңіл күйін табиғат құбылыстарымен салыстыра егіздеу. Адам өзінің басындағы қайғы, мұң шерін табиғаттағы басқа нәрсемен қатарластырып егіздеп баяндайды. Кейіпкерлердің ішкі толғаныс тебіренісін білдіру үшін қолданылады. Мысалы, көгала бұлт сөгіліп, күн жауады кей шақта. Өне бойың егіліп, жасағады аулақта. Жауған күнмен жаңғырып, жер көгеріп, күш алар. Аққан жасқа қаңғырып, бас ауырып, іш жанар. Абай осы өлеңде адамның көз жасы мен жаңбырды айта отырып философиялық ой түйген. Өлеңде егіз суреттемелер білгендіктен көркемдік әсері күшейіп тұр. Жалпы, психологиялық параллелизм халық ауыз әдебиетінде жиі қолданылады. Қазақ поэзиясында, эпостық жырларда айрықша орын алады. Мысалы, ер тарғынның қиналған тұстағы монологы психологиялық параллелизм арқылы былай беріледі. Асыл туған ақжүніс күнді бұлт қоршайды. Күнді байқай қарасам, күн жауарға ұқсайды. Айды бұлт қоршайды. Айды байқай қарасам, түн жауарға ұқсайды. Көгілдірін ерткен көлдегі қолар шулайды. Шулағанға қарасам, көктен сұңқар соғылғанға ұқсайды. Бойды байқай қарасам, қол-аяғым көсіліп, аузы мұрным ісініп, Алланың хақ бұйрығы маған таянғанға ұқсайды. Осы жырда ер тарғынның мертігіп жатқандағы көңіл күйі табиғат көрінісімен қатар алынып суреттелген. Ай мен күнді бұлт қоршап, жауын жауатынға ұқсауы батырға қауіп төнгенін мегзейді. Бұл мысалдардың барлығы да психологиялық параллелизмнің аса үлгілі көріністерінің бірі.